Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен WebMoney арқылы Alipay'ге 2000 саламыз. Өзіміз заявка дайындаймыз. Ол үшін біз VMS сатып алып қойғанбыз. Сол VMS-ны Alipay'ге юан қып саламыз. Ол үшін біз пополнить басамыз. Через Exchanger Money все варианты. Екіншісін таңдайсыздар, Alipay барын. Енді Alipay'ді таңдайсыздар. VMS-ны таңдаймыз. Себебі біз VMS-мен жұмыс істеп жатырмыз. Басқасын таңдап қоймаңыздар. Alipay, VMS, юан таңдайсыздар. Енді бізде 2000 теңге бар. 2000 теңгеге біз 5 VMS сатып алғанбыз. Сол үшін 5 деп жазамыз. Қанша болып жатыр білеміз. 5-ке 90, 30-да 90 береді екен. Енді продажанда көресіздер. 5 деп жазамыз. Бұл жерде сәл арзандау шығады. 28-де 32 дайын заявкалар бұлар. Осыларды сатып алсаңыздар да болады. Бірақ біз қазір заявка дайындаймыз. Сол кезде бізге 30 ғып жазамыз. Ең біріншісіне шығу үшін мына жерге түседі бізде. 30-да 80 деп жазайық біз. Продать на своих условиях дейсіздер. Қанша VMS бар? Біз VMS-ны сатамыз да, сол үшін продать на своих условиях дейсіздер. Сізде қанша VMS бар дейді? 5. 30-да 5-ке келеді екен. Біз 30-да 8 деп жазамыз. Или 7 деп жазсаңыздар болады. Біріншісіне шығады ол. Себебі 30-да 90 еді. Сол үшін көріп алдық біз. Кейін өзіңіздің аккаунтыңызды жазасыз. Дұрыс жазыңыздар. 8 деп жазылмайды, 7 сызықша. Кейін номеріңізді бәрін жазып шығасыздар. Қате болмасын, тексеріп алыңыздар. Alipay'де жазылған сіздердің өздеріңізді аккаунттарыңыз. Сол жақтан көріп жазып аласыздар. Енді подать заявку дейміз. Да дейміз. Тағы дайын заявкалар бар. Біз өзіміздікін қосамыз. Создать етеміз. Енді қараймыз. Вернуться к списку дейсіздер. Мына жерге жазасыздар біріншісіне. 30-да 7 деп. Біріншісіне шығып тұр. Бағана бірінші 30-да 90 тұрған еді. Енді біздікі тұр. Енді контрагент келгенде сіздерге сообщение келеді. Вам подобран контрагент деп. Оны WebMoney'дің өзінен көресіздер. Чаты деген жерге кіресіздер. Сол жерде ең төбесінде тұрады. Сообщение. Сөйтіп келеді. Осының ішіне кіріп. Егер сіздерге келген болса, мысалы сіздерге Alipay'ді бір тексересіздер, Alipay'ге ақша түскен болса, подтверждение береміз. Егер түспесе, подтверждение бермейсіздер. Қарайсыздар, сообщениесіне кіресіздер. Балансқа кіріп көресіздер. Баланста көрініп тұрады. Егер түскен болса, плюспен белгіленеді. Плюс 30-да 7 деп түседі. Одан кейін біз сообщениеға кіріп, подтверждение береміз. Егер түспесе, подтверждение бермейсіздер. Түскен кезде ғана подтверждение беріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Тағы видеолар қосатын боламын.